Фигураны айтпақ қояйық. Ой, фигура ол енді екіншіде, өйткені нету опять-таки эстрогена. Там только пролактин, гормон кормящих ман, басқа гормон. Әйел былқылдап қалады. Да, он поэтому босаңсып кетеді. Поэтому бізде іркілдеп, мышцалары бәрі жұмсарып кетеді. Өйткені пролактин, өйткені природой так заложено, баланы емізу үшін гормон пролактин жоғары болу керек. Сіз айтып отқанда маған мынандай теңеу түсті, бала плацента паразит сияқты. Яғни бізге жабысып алады да, ішімізге бітіп алады да, бар жақсыны сорып алады. Бәр жақсыны бәрін алып алады ғой бізде. Сондықтан мен айттым да, айтып жүрмін, бір баладан кейін, бір бала таптың ғой, 5 жыл кемінде восстановление керек. Абза оған қарамайды ғой, біз бір жылдан кейін тағы, ой, көтеріп қал, жарайды, босанайын. Жолдасым босан дейді, нетен дейді. Ал сон кейін келеді саған, извини меня, уже 4-5 баладан кейін жинап бер мені. Қалай жинайсың ананы?